Қытырлақ картоп, газдалған сусын, кәмпиттер, торттар, зиян. Оларды мүлде жеуге болмайды. Кәне? Жоқ, әке, мен сізге түсіндірейін. Қытырлақ картоп, газдалған сусын, кәмпиттер, торттар. Олар мүлдем зиян. Оларды мүлдем жеуге болмайды. Біріншіден, тісіңіз қатты ауырады, асқазаныңыз бұзылады. Түсіндіңіз бе? Түсіндім. Менің қызым сондай ақылды. Жақсы, мен кеттім. Қытырлақ картоп, газдалған сусындар, кәмпиттер, торттар зиян. Оларды мүлдем жеуге болмайды. Іштерің қатты ауырады, тістерің ауырады. Түсіндіңдер ме? Қытырлақ картоп, газдалған сусындар, кәмпиттер, торттар зиян. Оларды мүлдем жеуге болмайды. Біріншіден, тісің қатты ауырады, асқазаның бұзылады. Түсіндің бе? Иә. Қытырлақ картоп, газдалған сусындар, кәмпиттер, торттар зиян. Оларды мүлдем жеуге болмайды. Біріншіден, тісің қатты ауырады, асқазаның бұзылады. Түсіндің бе? Жүр, дүкенге барып қайтайық. Не жейсің? Газдалған сусындар ішем.